Шымкент қаласының бұрынғы әкімі Ғабидолла Әбдірахымов мемлекеттік секторға қайта оралып, Самұрық Қазына Констракшн акционерлік қауымдастығы басқарма төрағасының орынбасары лауазымына ие болды. Бұл туралы Алаш.кз сайты хабарлайды. Қордың баспасөз қызметі оның 2025 жылдың 29 желтоқсанынан бастап жаңа қызметіне кіріскен. Айта кетейік, Ғабидолла Әбдірахымовтың бұған дейінгі қызмет жолы бірнеше рет даулы оқиғалармен есте қалған болатын. Мәселен, 2019 жылы ол Лондонда түсірілген видеосымен Арыс қаласындағы төтенше жағдай кезіндегі сөздерінен кейін қызметінен қуылған еді. Ал 2023 жылы кәсіпкер Сайдулла Қожабаевтың арызы негізінде оның есімі аса ірі көлемдегі алаяқтық ісіне қатысты аталды. Бұл іс материалдары сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттікке тексеруге жіберілген. Қазіргі таңда жаңадан тағайындалған орынбасар Түркістан облысындағы су газ электр станциясының құрылыс алаңын аралап, алғашқы жұмыс сапарларын бастап кетті. Дегенмен әлеуметтік желіде оның жұмыс істеп жатқан видеолары тарап жатқанына қарамастан, Самұрық Қазына қорының ресми сайтында бұл кадрлық өзгеріс туралы ақпарат әлі де жаңартылмаған. 2021 жылы Мәдениет және спорт министрінің орынбасары қызметінен кеткен шенеунік осылайша араға уақыт салып, квази мемлекеттік секторға ауысты. Құрметті көрермендер, бұл тағайындау қоғамда әртүрлі пікір тудыратыны заңды. Ғабидолла Әбдірахымов өздеріңіз де білесіздер, елге танымал, тәжірибесі бар шенеунік. Ірі қаланы басқарған, орталық органдарда қызмет еткен адам. Бұндай кадрлардың квази мемлекеттік секторға келуі біздің елде жиі кездесетін жағдай десем қателеспейтін шығармын. Бір жағынан басқару тәжірибесі бар мамандардың инфрақұрылымдық құрылыс бағытындағы жобаларға тартылуы түсінікті. Әсіресе Самұрық Қазына Констракшн сияқты құрылымы күрделі ұйым үшін тәжірибе өте маңызды фактор болып саналады. Дегенмен оның бұрынғы қызмет жолындағы даулы оқиғалары сіздердің де естеріңізде шығар. Сол себепті жұртшылық жаңа қызметте ашықтықпен нақты нәтиже күтеді деп ойлаймын. Қазір бастысы эмоцияға берілмей, атқарылатын жұмысқа қарап баға беру. Егер жаңа лауазымда нақты жобалар уақытында іске асып, бюджет қаржысы тиімді жұмсалатын болса, бұл тағайындау өз-өзін ақтауы мүмкін. Ал қоғам тарапынан бақылау мен сұрақтың болуы қалыпты әрі қажет процесс.